Кайырлуу күн достор. Бүгүн ет пен көкөнүстөрдөн котлет дайындайтын болобуз. Әуелі фаршты ыдысқа саламыз. Бір пиязды ашып, жіңішкелеп кесіп, фаршқа қосамыз. Одан соң сәбізді күштен өткізіп, оны да фарштың үстіне саламыз. 2 картопты күштен өткізіп, фаршқа қосамыз. Тұз, бұрыш себеміз. Ас көктерді қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Кішкене бөліктерге бөліп, котлет тәрізді дөңгелектейміз. Май қойылып қызып тұрған табаға котлеттерімізді салып, екі бетін аударыстырып отырып қуырып аламыз. Дайын котлеттерімізді духовкаға арналған ыдысқа салып, үстінен қызанақ шығымын құямыз. Оның үстінен үккіштен өткізілген сырды саламыз. Қызып тұрған духовкада 20 минуттай пісіреміз. Котлеттерімізді тарелкаға салып, бетінен ыдыстың түбіндегі қызанақ шырымын сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Міне достар, өте дәмді котлеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып, лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.